Экран қараңғы. Так, мына чат көрініп тұрған жоқ па? Вы ведете демонстрацию экрана. Так, экран көрінді ма? Көрінді, иә? Керемет. Давайте дәрісімізді бастайық. Бисмилля, салату вассаламу аля расулилля. Бүгін Алла жазса біз Маун деген сүрені талдаймыз. Маун деген сүре меккелік сүре. Жалпы естеріңізде болса, бізде өзіміздің бір структура бар еді ғой. Иә, біз қалай біз сүрелерді талдаймыз. Ең біріншісі оның түсу тарихы, екіншісі хикметтерден кейін үшіншісі сөздер, этимология, сөздердің түбірлері, этимология. Иншаллах, осы система арқылы ары қарай дәрістерімізді жалғастырамыз. Так, қараңыздар, давайте бірінші Маун сүресімен бір уақыт танысып шығайық, иә? Сура Маун, неспослана в Мекке, меккелік сүре дедік, состоит из 7 аятов. Название Маун происходит от слова в последнем аяте, которое означает подаяние, милостиня, мелочь, помощь. В суре особое внимание уделяется прилежному и искреннему исполнению религиозных обязательств и общественной взаимопомощи, а также в ней явлено строгое предупреждение лицемерия и неискренности в деяниях дейді. Бір жалпылама оқып шығайық. Астағфирулла. Райта-ллази юказзибу биддин. Дін күнін, яғни Алланың алдында есеп беретін әрі кесімді үкім шығарылатын ұлы сот күнін жоққа шығаранды көрмейсің бе? Қияметке сенбейтін адамды көрмейсің бе дейді, көрдің бе дейді. Ол жетімді кеудесінен итереді. Пақыр міскіннің қарнын тойдырмайды, өзгені де ол іске әсте құлшындырмайды. Құлшындырмайды, яғни шақырмайды. Кедей кепшіктерге тамақ беріңдер, әлеуметтік жауапкершілікті көтеріңдер деген нәрсе жоқ. Ақыретке тиісінше сенбей, ықылассыз намаз оқитындардың жағдайы қандай өкінішті. Мына жақта 4-ші аятта контекст ауысып кетті, намаз оқитын адамдарға. Ары қарай әллазина хум ан солатихим сахун, олар намаздарына ғапыл, әллазина хум юраун, сондай құлшылықтарын ел жұртқа көз қылып көрсету ниетімен орындайды. Ва ямнаун ал-маун, олар қоғамдағы садақа, зекет және өзге де әлеуметтік жәрдем түрлерін қамтитын қайырымдылық істеріне теріс қарайды дейді. Так, енді түсу тарихына келетін болсақ, жалпы бұл сүре бізде түсу тарихы белгілі бір кісілер деп айтады, бірақ жалпылама алған кезде бұл белгілі бір кісілерге байланысты емес. Бұл деген жалпылама адамдардың сипаттары. Осы сипаттарға бұл сипаттардан алыстау керек. Сүренің басты оқиғасы, басты мәні осы дейді тәпсір ғалымдары. Хикметтерге келетін болсақ, әрбір аятты біз отдельно талдасақ болады. Ең бірінші аят ең бірінші, сен дін күнін жоққа шығаратын адамды көрдің бе дейді. Дін күні, қиямет қой. Дін күнін, қияметке сенбейтін адамды көрдің бе дейді. Жақсы. Ол деген жетімді итереді дейді. Жетім. Міне үшінші аят, мына жақта ол деген кедейлерді тамақ беруге шақырмайды дейді. Шақырмайды. Өз кедейлерге тамақ береді деп тұрған жоқ, шақырмайды дейді. Кедейлерге тамақ бермейді дейді.
Енді қараңыздар. Дін күні деп біз қияметті айтатынбыз, иә. Қияметті жоққа шығаратын адам ол кім? Ол деген атеист болуы мүмкін, ол деген агностик болуы мүмкін, ол деген жалпы дінсіз адам. Иә. Бұл ең бірінші тақырып, қамтылып жатқан тақырып, ол деген ақида тақырыбы. Ақидасы, сенімі дұрыс емес адамды көрдің бе дейді. Мына жақта көрдің бе деген аруаита Құранда келетін нәрсе. Бұл мынандай мағынада келеді. Сен оны көріп тұрсың, бірақ сен оның шын табиғатын көре алдың ба? Оның сен көрмей тұрған жақтарын мен саған келесі аяттарда көрсетіп берем деген сөздермен тең. Алла тағаланың. Яғни көрдің бе деген кезде это больше риторический вопрос. Яғни оның шын табиғаты келесі аяттарда ашылады деген сияқты. Ең бірінші сипат сонымен бізде ақидасы дұрыс емес адам жайында айтып отыр, Алла тағала. Ақидасы дұрыс емес. Дін күніне сенбейді, қиямет, есеп қисап, әділдік орнатылатынына ештеңе сенбейді. Екіншісі жетім. Жетімді итеру үшін адам қандай болу керек? Жетімді итеру үшін адамда адамгершілік жоқ болу керек. Бесчеловечный, да? Жестокий, адамгершілігі жоқ адам. Адамгершілік. Елестетіңіздерші, мына мысалға делік, адам бәлкім оның ақидасы жоқ, иә? Ақидасы жоқ, ол деген мұсылман болмауы мүмкін, жалпы атеист болуы мүмкін, бірақ жетімге, сиротаға келген кезде адамның кішкене адамгершілік оянып, ол деген жетімді итермейді, иә? Ақидасы дұрыс емес болса да. Бірақ екінші санаттағы адамды айтып жатыр, ол адамгершілік мүлдем жоқ дейді, ол жетімді де итереді дейді. Үшінші нәрсе, кедейлерге тамақ бермейді деген ол әлеуметтік жауапкершілік деп айтып жатқаным социальная ответственность, соцответственность. Менде сондай бізде бір градация кетті. Қараңыздар, үш сипат. Иә, үш сипат. Жалпы маун деген түсені, мен мына жақта бір кіріспе жасамадым, иә. Маун деген түсені былай түсіндіріп өтейінші. Маун деген араб тілінен аударған кезде өте кішкентай бір нәрсе деген сөз. Маун сөзінің өзі. Маун сөзінің өзі кішкентай бір нәрсе деген сөз. Кішкентай бұйым, нәрсе, зат. Ол деген бір мелочь болуы мүмкін. Мысалы, егер оны салыстырмалы түрде пример ретінде нені келтіреді? Посуда дейді, мысалға делік. Или посуда емес, зубочистка делік. Кішкентай нәрсе ғой енді. Кішігірім бір, я не знаю, стакан, пиала, да? Вот қатты бір үлкен, маңызды да қымбатты нәрсе емес, кішкентай нәрсе, соны маун деп айтады арабтарда. Бұл сүре не жайында? Бұл сүре егер адам діннің мақсатын, суть религии, если он потерял, оның көрінісі қандай болады? Как выглядит человек, который потерял суть религии? Осы сұраққа жауап беретін сүре. Yeah? Адам намаз оқыса, онда барлығы дұрыс. Адам хиджаб кисе, әйел адам хиджаб кисе, онда барлығы дұрыс. Деген ложный представлениялардың барлығын алып тастайды. Адамда егер ер адамда сақал болса, ер адам деген мешітке постоянно барып намаз оқитын болса, тахаджудтарын жібермейтін болса, деген бір понятиялар бар болса, да, то есть намаз оқитын адам равно хорошо, немесе хиджаб ол тең хорошо деген понятиялардың барлығын алады. То есть бұның артында тұрған нәрселер бар, осы нәрселер сақталған кезде ғана бұл хорошо болады. Егер бұның артындағы заттар сақталмаған болса, бұлар тең хорошо емес. Суть религии ода емес қой, намаз бен хиджабта емес қой, суть религии. Суть религии гораздо глубже. Мағауин деген сүре осы нәрсені түсіндіреді. Так, жеткізе алдым ба? Бір байланыс бере кетіңіздер. Мағауин деген қандай мағынаны береді? Ең біріншісі, екіншісі, бұл сүре не жайында? Диндон деген кісі иә деп жауап берді, машалла. Өте қызық есім. Диндон. Кішкентай и суть религии. Иә. Сүре сол жайында, Мағауин деген сүре. Жақсы. Енді ары қарай кеттік. Мына жақта біз бір қарайтын болсақ, бір қарасақ, бізде үш аятты келтірдік қой. Ең біріншісі дін күнін жоққа шығаратын адам, ол деген ақидасы дұрыс емес адам. Екіншісі жетімді итеретін адам, ол адамгершілігі жоқ адам. Және үшіншісі ол деген кедейлерге тамақ беруді үгіттемейді, насихаттамайды, оның социальный ответственности төмен адам. Это градация. Осылай адам полностью өзін жоғалтады екен. Ақида дегеніміз не? Ең біріншісі ақиданы жоғалтпа деп тұр осында Алла тағала, иә?
Ақида деген не? Ақида деген өмірге деген көзқарас. Ақида деген это суть принципов, которых ты придерживаешься. Ақида деген осы. Ақида деген адамдар ойлайды, Аллаға сену, пайғамбарымыз алейхиссаламға сену, пайғамбарлар, ақиданың жалпы иманның 7 шарты, 6 шарты бар ғой, соның барлығына сенетін болсаң, ол ақида деп ойлайды. Это поверхностный ақида. Егер ішіне келетін болсақ, это принципы, по которым ты живешь. Сен өмірге деген қандай көзқараспен қарайсың, соның барлығы ақида деп аталады. Егер сен осы өмірге дұрыс емес очкимен, очкиң кір болатын болса, сен осы мынау әлем что-то бір кір сияқты деп қарайсың. Негізінде әлемде ешқандай мін жоқ, әлемде ешқандай минус жоқ. Сенің очкиң кір болатын болса, онда сен әлемді солай көресің. Ақида деген сол очки ғой. Жеткізе алдым ба? Иман деген сөзге мысалға делік, ақида, иман, да, мағыналар практически бір сөздер. Иман деген сөзге бір определение беретін болсақ, ол деген розовые очки. Бірақ ол сондай бір розовые очки, которые вообще никогда не ломаются. Иман это розовые очки, которые не ломаются. Не ломаются. Осы өмірге деген күшті көзқараспен қарай алатын адам, қандай да қиыншылық, сынақтар болмаса, қандай да бір күшті моменттер болмаса да, оның барлығы уақытша екенін көре білген, өмірден ләззат ала алған, бұл дүниеге байланбаған, тек қана Алланы ғана ойлайтын иманы мықты адамды біз осындай очкимен қарайтын адамды иманды адам деп айтамыз. Жеткізе алдым ба? И мықты Алла тағала айтады, егер адам дейді, оның ақидасы дұрыс емес болатын болса, принциптер, осы өмірге деген көзқарастары, да, принциптер ұстанады, ол дұрыс емес болатын болса, қалған барлығы дұрыс емес. Да? Это вот основа основ. Это самая верхняя, самая главная вещь ақида. Өмірге деген сенің көзқарастары, твои взгляды на жизнь. Да? Вот, осыны түсіндіріп жатыр. Бірінші аятта, ең бірінші осы болу керек дейді. Екінші дұрыс болу керек нәрсе, хотя бы, это адамгершілік. Хорошо, адамда ақида болмауы мүмкін. Вот представь, человек безбожный, адамда дін жоқ. Дін жоқ болатын болса, адамда кем дегенде вот эта вот человечность должна сохраняться. То, что есть слабые люди. Мысалы, жетім, оның әке-шешесі жоқ, оның туысқан бауырлары, возможно, жоқ, немесе тастап кетті. Да? Сондай адамдарға кем дегенде адамның кішкене жүрегінде бір нәрсе бар болатын болса, бір нәрсе ояну керек қой. Бірақ екіншісі, даже сондай бір адам адамгершілік жоқ адам дейді, это второе, что должно быть хотя бы у человека, адамгершілік болу керек, да? Үшіншісі, соцответственность. Соцответственность деп бағанағыдай кедей-кепшіктерді адам егер насихаттамаса, ладно, оны түсіндік, адамгершілігі жоқ екенін түсіндік қой, екінші пунктта, да? Мысалға делік, ол кедейлерді көрген кезде ешқандай жүрегінде ештеңе ойламайды, ладно, қоя салшы, олар кедей ғой деп жай барақат қарай салайды, да? Ондай болуы мүмкін, егер адамда адамгершілік жоқ болса, человечность жоқ болса. Бірақ как минимум адамның өзі жаман болса, ол деген басқа адамдардың жаман болуына не істемеу керек, себепкер болмау керек. Это есть соцответственность. Отношение «мне плохо», «всем должно быть плохо» деген, вот, это отсутствие соцответственности. Вот, это неправильно. И кем дегенде осы нәрсе. То есть осы үш нәрсені көрсетіп жатыр. Да, Алла тағала. Ақида ең біріншісі дұрыс болу керек. Ақида болмайтын болса, ладно, хорошо, адамгершілік болу керек. Адамгершілік жоқ болатын болса, хотя бы что должно удерживать человека, это соцответственность. Жеткізе алдым, да? Хорошо, давайте енді әрбір аятқа кірейік. Да? Ең бірінші аятта бізде дейді, дін күнін жоққа шығаратын адамды көрдің бе дейді. Дин деген бізде араб тілінде дайын деген сөзден шығады. Бұны өткен дәрістерде де айтқан едік. Этимология. Ол деген дин равно дайын. Дін деген сөз араб тілінде қарыз деген сөзбен түбірлес. Қарыз. Не үшін дін күні мәлик яумиддин, Фатиха сүресінде біз айтамыз ғой. Не үшін қарыз күні? Себебі ол күні бүкіл қарыздар қайтарылады. Бүкіл қарыз қайтарылады. Адам адамнан алған, адам Алладан алған, да, қарыздардың барлығы қайтады. Вот, қарызды жоққа шығарыла ма адам? Вот условно там біреуге бір нәрсе береді. Жоқ, ол маған бір нәрсе бермеді деп, ештеңе берген жоқ деп айта ала ма? Жоқ, айта алмайды ғой, егер шынымен берген болса, да. Там же бывают очевидцы, которые показывают это все. Точно так же қияметті жоққа шығаратын адам, человек, который взял в долг все, абсолютно все.
біз қазір сізбен отырған үйде, бәлкім офис, машина, да, я не знаю, телефон немесе компьютер, осы дәріс тыңдап жатқан наушник болуы мүмкін, стол болуы мүмкін. Не нәрсе алдық, оның барлығы алла тағаланың тарапынан бізге қарызға берілген на временное использование. И осының барлығын нет, в принципе, это было мое деген, ол дұрыс емес понятие. И қияметте соны жоққа шығаратын адамды көрдім ба дейді. Иә, понятно, да, что такое дин? Дін деген ол қарыз екен. Енді біз өзіміз ойлап тапқан жоқпыз, алла тағала бізге оны берді. Да, на временное использование. И за это мы будем спрошены, как и за все. Вот, хорошо. Екінші аят. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Яду'у деген кезде, мына да'a деген сөз тұр араб тілінде. Да'a. Да'a деген бізде араб тілінде мынандай бір қызық нәрсе бар. Егер түбірде шадда болатын болса, шадда деген мынау нәрсе, әріптің қайталану. Егер бір әріп қайталанса, онда ол деген повторяемость действий деген сөз. Ол жетімді итереді дедік қой. Ол просто так итермейді екен, ол қайта-қайта итереді екен. Елестетіңізші, жетім адам келеді. Жетім адам келген кезде, ладно, возможно, у него не было настроения, возможно, у него выдался очень плохой день, и ол деген жетім адамды итеруі мүмкін. Бірақ ол деген жетім қайта-қайта келе беретін болса, да, и ол адам қайта-қайта отталкивать ете беретін болса, оның жүрегінде ештеңе жоқ. Вот сондай адам. До того он черствый, до того он бесчеловечный. Вот сондай сипаттама. Валя яхудду аля туамил мискин, үшінші аятта, және ол кедей-кепшіктерге ешқандай уағыз насихат айтпайды дейді, олар не істеңдер, құрбан айт қой қазір ма, мысалы. Яхудду деген хаддо деген сөз. Хаддо то же самое, бізде шаддан көріп тұрмыз. Бұл жақта тәжвидті немесе кішкене арабша білетін адамдар бұл мәселе, бұл детальдарға вникать етіп отқан шығар. Вот шадда деген әріптің қайталану, да, хаддо. Ол қайта-қайта адамдарды шақыру, да, ол қайта-қайта шақырмайды дейді. Он даже один раз хотя бы не постарался, да, позвать, смотивировать социальную ответственность деген нәрсе жоқ. Получается, осындай адамның үш бір этапы бар деп айтсақ болады. Егер адамда ақида дұрыс болатын болса, егер өмірге деген көзқарастары дұрыс болатын болса, оның адамгершілік болады. Адамгершілік бар болатын болса, скорее всего, у него социальная ответственность будет. Егер адамда ақида дұрыс емес болатын болса, онда хотя бы оны адамгершілік ұстау керек. Егер адамгершілік те ұстамайтын болса, да, социальная ответственность. Ладно, сен өзің жаман бол, өзің ғана жаман бол. Басқа адамдар жақсы болуын, басқаларға зияныңды тигізбе. Өз-өзіңе зиян тиіп жатса. Вот, хотя бы вот это должно быть у человека. Бірақ осы үшеуі де жоқ болатын болса, онда өте-өте ауыр. Вот сол кезде қоғам, вот осы кезде қоғам, социум барлығы шірейді. Осы деген ненің ұлт емес, қауымдардың жойылып кетуіне себепші болатын нәрселер. Адамдардың дұрыс емес понятиялар болатын болса, мысалы делік Худ немесе Ад, Худ алейхиссалам, Салих алейхиссалам, пайғамбарлар болды ғой, Лут алейхиссалам, олардың үш қауым жойылып кетті. Және басқа да қауымдар бар, жойылып кеткен біз білмейтін. Олардың ең біріншісі ақидасы дұрыс емес, олар өмірге деген көзқарастары дұрыс емес. Екіншісі адамгершіліктер мүлдем жоқ. Егер біз Құранды оқып көретін болсақ, қайта-қайта әлсіз адамдарды притеснять ететін еді, қатты притеснять етеді. Сөйтіп социальная ответственность деген өте қатты ажырап кеткен. Бай адамдар, мықты адамдар, олар мүлдем социальная ответственность көрмейді, олар тек қана біздікі жақсы болса болды дейді. Хорошо. Осындай үш нәрсені көрдік. И осы үш нәрсеге әсер ететін бір дүние бар екен, ол 4-ші аятта сипатталады. Ол деген фавайлу лил мусоллин. Ол деген намаз оқитындарға вайл, горе, да, горе болсын дейді. Қандай жағдай өкінішті дейді. Намазын ықылассыз оқитын адамдар дейді. Нехта резкий переход, да, намаз оқитын адамдарға көшіп кетті. И намаз оқитындарды ары қарай сипаттап кетті. Аллазина хум ан салатихим сахун. Олар намаздарын ішінде деп тұрған жоқ, намаздарынан өте салғырт қарайды, намаздарынан салғырт қарайды. Аллазина хум юраун, және олар рия үшін намаз оқиды дейді. Вот намаз оқитындардың екі сипаты келді, яғни үш аятта яғни мағыналар келсе, но 4-ші аятта намаз жайында келіп тұр екен. Енді қараңыздар, бұл жақта резкий переходты байқап жатырмыз ғой. Бұл жақта қоғам жайында, адамдардың бір-бірімен взаимоотношениялар жайында, да, сиратаға деген, жетімге деген, немесе кедей-кепшікке деген. И бұл жақта резко намазға ауысып кетті.
Не үшін? Так, бір кері байланыс алайық. Кері байланыс алайық чаттан. Түсінікті болып жатыр ма? Немесе кішкене замудренно, қиын, түсініксіз болып кетті ма? Так, қиын болып кетсе, қиын болып кетті деп айта беріңіздер. Сұрақтар қойыңыздар. Давайте талқылайық. А то я чувствую то, что как будто монолог болып кеткен сияқты, мен өз-өзіме сөйлесіп, өз-өзіме түсіндіріп отқан сияқтымын. Мына точно түсінікті болып жатыр, иә? Понятно дейді. Хорошо. Так. Получается, вот осы үш нәрседен кейін намаз. Почему такой резкий переход намазға? Себебі, оказывается, намаз деген осы үш нәрсені сақтайтын дүние екен. Адамның ақидасы дұрыс болуына себеп болатын, адамның адамгершілігі болуына себеп болатын, адам социальной ответственностьпен ұстап тұратын ол деген намаз екен. Это и есть фундамент. Просто посмотрите на структуру суры. Да? Мысалға делік бір здание деп алатын болсақ, вот представьте, Алматыдағы Ридс Карлтон, да, огромное просто здание. Егер мына астында фундамент бар ғой, фундамент дұрыс болатын болса, да, все будет правильно, все будет очень даже хорошо. Егер фундамент өте слабый болатын болса, мыналардың барлығы бір пәсте құлап қала салады. Дұрыс қой? Ja? Бір землетрясение, бір қиын бір моменттер болған кезде мына барлығы көрінеді. Бірақ біз деген фундаментті көрмейміз, как обычно. Біз фундаментті көрмейміз. Біз деген ең үстін көреміз, ең үстіне Ридс Карлтон деген әдемі жазуды. Ридс Карлтон. Вот. Яғни біз адамның ақидасын көреміз, өмірге деген көзқарастарын. Вот. И осындай структураны, сүренің өзінің бір структурасы да бір әдемі келіп тұр, да. Хорошо. Смотрите, егер адамның намазы, күнделікті оқып жатқан намаздары, олар оның намазының сыртындағы іс-әрекеттеріне әсер етпесе, онда, скорее всего, ол намазында проблема бар. Осы нәрсені. Бізде мынандай нәрсе бар ғой, қияметте ең бірінші Алла тағала сұрайтын нәрсе не деген кезде намаз деп жауап береді. Бірақ қияметте таразда ең ауыр басатын нәрсе ол намаз емес. Басқа хадисқа сәйкес былай айтады ғой, қияметте ең ауыр басатын ол адамдардың көркем мінездері, ахлақтары дейді, көркем мінезділіктері. Осы ең ауыр басатын ақыретте. Бірақ ең бірінші спрос болатын намаздан. Не үшін? Себебі адамның намазы дұрыс болатын болса, ол намаздың бір әсері бар болатын болса, скорее всего, оның көркем мінезділігі де өте дұрыс болады. Көркем мінезділігі дұрыс болған кезде сол қияметте басады, ауыр басады. Яғни ең бірінші адамға әсер ететін, адамның өмірін дұрыстайтын намаз екен. Егер адам намаздан ажырайтын болса, онда өте қиын болады жағдайы. Онда оның адамгершілігі жайлап кете береді. Оның фундаменті кетеді деген сөз. Яқта мынандай бір моментке тоқталып кетсек болады. Аң деген сөз тұр. Мияқта олар намаздардың ішінде салғырт емес. Мысалға делік, адамдар екіге бөлінеді. Олар намаздарынан деген мүлдем намазына қатты қарамайды. Ол оқылып жатыр ма, оқып жатқан жоқ па, ол бүтін ба, бүтін емес па деген нәрсеге қарамайды. Адам деген, возможно, екінші бір сценарийда адам намаздың ішінде қателесуі мүмкін, да. Мысалға делік, құнут дұғасы бар, Раббана атинаны мысалы жаттап алады да, сонымен жүре береді. Немесе жаңа сүрелер жаттамайды. Да, ол деген бір намазда бір андай бір фитнес сияқты, да, жатады, тұрады, отырады, ешқандай ештеңе сезбейді. Намаздың ішінде емес проблема, в целом намазда проблема. Салғырттық деп осыны айтып жатыр. Адам деген салғырт қарайтын болса, намаздан в целом ажырады. Да? Осындай бір проблема. Осындай бір проблема. Егер намаз салғырт болса, онда басқа нәрселерге әсер етеді деген. Екінші проблема ол деген рияшылдық. Рия деген сөзге антоним берсек болады. Не берсек, определение берсек болады. Рия деген қалай аударылады бізде? Что такое рия? Давайте чатқа жаза кетейік. Что такое рия? Рия деген нәрсені қалай түсінесіздер? Көрсету үшін мақтану. Адамдар көру үшін показуха. Қандай идеялар бар? Өзіңнің ісіңді жариялау, көз бояушылық. Алладан емес адамдар үшін жасау. Міне, Айдана ханым өте керемет подчеркнуть етті. Адамдар Алла разылығы үшін емес жасалған құлшылық.
Қараңыздар, мынандай болуы мүмкін. Мысалға, адам деген шам намазын оқиды. Шам намазынан кейін бізде 3 ракат шам намазы бар. Иә, 3 ракаттан кейін бізде 2 ракат сүннет намазы бар. Сүннет намазынан кейін бізде 2 ракат, немесе 6 ракат әуебин намазы бар, иә. Әуебин деген бағана тәубешіл адамдардың, бағана тәубеге жақын адамдардың намазы деп айтады. Сондай нәпіл намаз ғой енді. Мысалға делік, мен деген өзім таныс бауырлармен бардым, намаз оқыдым. Иә, мен негізінде әуебин намазын оқымайтын адаммын, мысалға делік. И достарым барлығы 2 ракат сүннет оқып болғаннан кейін мен жайлап тұрамын да 6 ракат намаз оқып кірсем, нәпіл. Не үшін? Адамдар мені көріп тақуа деп ойласын, машалла, бұл қандай керемет, көп намаз оқиды, мә деп ше. Сондай бір эмоциялар, сондай бір взглядтар, внимание алу үшін егер оқитын болсам, бұл рия. Рияның наоборот болуы да мүмкін. Мысалға делік, адам деген күнделікті ол тәубені бағанағыдай әуебин намазын оқиды күніне 6 рет. Да, 6 ракат күніне, күніге. И мысалы достармен жолығып қалды, парыз оқылды, сүннет оқылды, сөйтіп барып ол тұрады да, мә мен қазір тақуа деп ойламай ақ қойсыншы адамдар. Мені бағана тақуа деген көзқарастар болмай ақ қойсыншы, мен деген кішіпейіл болайын деп адамдардың ойын егеріп, адамдардың ойын елеп, ол намазын оқымайтын болса, намазы оқылмаса да оған рия деген нәрсе жазылады дейді. Рия. Ол бұрынғы оқылған намаздары рия болып кетеді. Елестетіңізші. Не үшін? Даже намаз оқымаса да, оның бұрынғы намаздары рия болады. Себебі рия деген это то, от чего мы отталкиваемся. Егер біз деген Алланың разылығына отталкиваться ететін болсақ, онда показуха деген нәрсе жоқ. Онда неважно, кто рядом с тобой, где ты все равно будешь это читать, потому что у тебя сені көріп тұрған тек қана біреу ғана. Басқа ешкім жоқ сені көріп тұрған. Ол егер адам деген 1000 зритель, миллион зритель, солардың барлығына отталкиваться ететін болса, адам өз-өзін жоғалтып, ол деген солардың мнениесіне жүрем деп, өзін шаршатып, бүкіл намаздарын жоғалтып алуы мүмкін. Жалпы бүкіл өзінің құлшылық ғибадаттарын жоғалтып алуы мүмкін. Рияның опасности қандай деген кезде, рия деген адамның бүкіл сауаптарын алып тастайды екен. Мысалы, елестетіңізші, адам деген бір ай бойы жұмыс жасайды, бір ай бойы, да, немесе ұзақ уақыт бойы бір жұмысын істейді бір жерде. И ең соңында оған зарплата берілмейтін болса, это же очень обидно, да. И представьте, точно такая же ситуация, адам деген құлшылығын жасайды, бірақ оказывается, ол құлшылықты ол Аллаға емес, адамдардың мнениесі үшін жасап та, сол үшін оның сауап берілмепті. Қияметке барған кезде енді бізде қазір денежный эквивалентті осы дүниеде зарплата ретінде, дивиденд ретінде адам өзінің бір пайдасын көруі мүмкін ғой, бірақ ақыретке барған кезде ғана сауап шығады да, настоящий сауаптар. И вот сол кезде шыққан кезде, оказывается, зарплатаң жоқ, оказывается, сауабың жоқ деген өте ауыр нәрсе. Бүкіл сенің құлшылығың под удар ставится, да. Сосын намаз деген өте ауыр, рия деген өте ауыр нәрсе, риядан алшақ болу керек. Да? Неважно, адамдар қарап тұрмасаған, адамдар қарап тұрған жоқ па, сен бір нәрсе ниеттенсең, Алла разылығы үшін сол нәрсені істей бер. Вообще неважно, кто что скажет, кто что делает, кто что подумает. Вот. Алла разылығы деген осы риядан алшақ бол. Ана намаздағы салғырттықты қалай жеңуге болады дейді. Мынандай күшті бір сөз бар. Бұл давайте осы сұраққа да жауап бере кетейік. Мысалға, адам өзінің парыз намаздарын сақтау үшін оған сүннет намаздар керек дейді. Сүннет намаздарын сақтау үшін оған нәпіл намаздар керек дейді. Нәпіл намазын сақтау үшін оған зікір керек дейді. Егер бір круг ажырайтын болса, онда екінші круг жайлап ажырауы мүмкін. Мысалға делік, адам тұрады тек қана, ол деген парызды сүннетті оқиды. Я намаздан кейін таспихат жасамауы мүмкін. Таспихат жасамағаны үшін уақыт өте келе, возможно, шайтан оны ұстап алатын болса, ол сүннет намаздарына да қарамайды. Мысалға делік, уақыт шығып бара жатыр, немесе мен кетуім керек, мен асығып тұрмын дейді, сүннетін де оқымай қояды. И бір қараса, уже сүннетті де оқымау оған әдетке айналып бара жатыр. Бір қараса, мен вообще мүлдем уақытым жоқ, мен өте маңызды бір встречада отырған едім дейді, парыз намазын да қаза етуі мүмкін. И видите, то есть мықты бір цепочка ғой, ең бірінші адамда жүретін парыз, это базовый минимум, екіншісі оның бағана сүннеттен кейін нәпіл намаз, нәпілден кейін оның зікірлері, сол таспихаттар. Егер бір нәрсе ажыраған болса, осы мынау целый кругтан, онда, скорее всего, под удар ставится и вторая часть. Чтобы салғырттық болмау үшін, нужно просто максимум стараться. Да, намаздан кейінгі таспих, намаздан кейінгі в целом зікір матик, немесе таспен ұстап алып, күнделікті өмірде зікір жасау, да. Байқайсыздар ма, егер адам күніге, күнделікті өз-өзіне отчет беріп жүретін болса, мысалға делік, мен бүгін қанша зікір жасадым, мен деген
бүгін вообще салауат айттым ба деген кезде андай просто пайғамбарымыз алейхисалам бір салауат емес, прям сезініп тұрып бір мақсат қойып, я расулалла, пайғамбарымыз алейхисалам түсімде көргім келеді, пайғамбарымыз алейхисалам бірге тілдескім келеді деп адам постоянно салауатын айтып, истихфарын жасап, шүкірлерін айтып жүретін болса, ол деген сол нәрсеге қарағаны үшін намаздары оның күшті болады. Байқайсыздар ма сондай нәрсені? Ну, кім егер шынымен зікірге фокус қойып көрген болса, ол адам, скорее всего, байқайды. Егер осы зікірлерін жоғалтып алған болса, егер осы зікірлер қойып кеткен болса, бір күнде ол деген салауатқа да, истихфарға да, шүкір етуге де зікірін жасамаса, онда, скорее всего, басқа намаздарды жайлап, нәпіл намаздарды оны страдать етіп бастайды. Ол уже тахаджуд жайында қатты ойламайды. Ол деген ауабин намаздары, духа намаздары, шүкір намаздары, тәубе намаздары жайында қатты кіре бермейді. Возможно, приоритеты меняются, да? Вот. Хорошо. Осындай екен. Сонда ең бірінші нәрсе, да, адамға керек ол намаз. Намазға салғырт қарамау керек. Намазға салғырт қарамас үшін бағана Нұрхасан бауырымыз өте керемет сұрақ қойды, жақсы сұрақ қойды. Салғырт қарамас үшін бағанағыдай кругтарды сақтау керек. Сүннет, нәпілден кейінгі зікір. Рия болмас үшін адамдардың ойын, сөзін, ойларын мүлдем бірінші орынға қоюдың қажеті жоқ. Ең бірінші Алла. Алла не ойлайды? Да? Алла Алла не ойлайды деген кезде, алла тағала алимул хаким, алла тағала барлығын біледі, алла тағала дана, алла тағала бәрі мәлім, да? Алла разылығы үшін жасау. Егер адам намазы дұрыс болған жағдайда, оның бағанағыдай адамгершілігі де дұрыс болады, ақидасы да дұрыс болады, социально әлеуметтік жауапкершілігі де дұрыс болады. Егер адам тек қана намазы дұрыс болып, мына жақта мынау нәрселер жоқ болатын болса, оның намазы бос деген сөз. Оның намазында ешқандай бір вес жоқ. Иә, өте ауыр, өте қиын. Иә, байқағанымыздай, егер адам деген часто понятияларын шатастырып алуы мүмкін. Мен күшті намаз оқып алсам, болды, мен Құдайдың алдында жақсы құлмын, мен деген жақсы бір амалдар жасап жатырмын деп ойлауы мүмкін. Бірақ на самом деле ол емес екен. Сүреге қарайтын болсақ, ең бірінші нәрсе ол жайында айтып жатқан жоқ қой. Ең бірінші ақида, адамгершілік, бағанағыдай жетімге көмектесу, немесе кедей кепшікке көмектесу, да. Осы жайында айтып жатыр. То есть ең біріншісі осы болу керек екен адамда. Сөйтіп барып намаз дұрыс болу керек екен. Бұл сахабалардың да мысалында көрсек болады. Сахабалар деген намаз оқымастан бұрын 11 жыл бойы өздерінің адамгершілік деген фундаменттарын қалайды. 11 жыл бойы. Мысалы елестетіңіздер, қазір бір Александр деген бір орыс бары болуы мүмкін. Да, Александр деген енді исламды қабылдады. Мысалға, Александр ислам қабылдағаннан кейін мен мұсылманмын деп айтады. Ох ты, машалла дейді, да, бір ортаға барған кезде танысып жатыр ғой енді. О, машалла, Александр мұсылман болыпты, танысқаныма өте қуаныштымын дейді да. Бірақ Александрмен 1 жыл жүреді, 2 жыл жүреді, 3 жыл жүреді. Александр мұсылман, бірақ намаз оқымайтын мұсылман. Кішкене біртүрлі қарай бастайды. Александр, ты вроде бы мұсылман, а что ты не читаешь деп ше тиісе бастайды. Немесе егер Света деген мысалға делік бір орыс делік, орыс қызды, ол деген исламды қабылдамаған болса, оның бірінші жылы Света вот мұсылманка дейді, екінші жылы Света мұсылманка, үшінші Света, ты вообще практикуешь? Сендер мұсылман болсаңдар, хиджаб парыз емес па деген сияқты бір әңгімелер басталады. Сахабалардың кейстарына қарайтын болсақ, олар 11 жыл бойы тек қана уағыз тыңдап, тек қана өздерінің адамгершіліктерін, адамдарға көмектесу деген қағидаларын қалыптастырған. 11 жыл бойы. 11 жылдан кейін намаз парыз болды. Яғни намаздың артында тұрған нәрсе ол өте мықты болғаннан кейін, соответственно, олардың намаздары да мықты болады. Не үшін себебі сол адамгершілікті ұстап тұру үшін адамға намаз керек екен, иә. Вот. Сондай. Яғни адамдар өте қатты асығады. Ажуля деген аят бар ғой, адам деген өте в спешке жаратылған, адам деген асығыс болып жаратылған, адам табиғатында бар. Сондай бір аят бар Құранда, ажуля. Осындай. Осындай сүре ең соңғы аятта егер адамның барлығы дұрыс емес болса, ақидасы, адамгершілігі, әлеуметтік жауапкершілігі, намаздар дұрыс болмайтын болса, онда даже кішкентай бір нәрсені беру де ол болмайды дейді.
олар қоғамдағы садақа зекет және өзге де әлеуметтік жәрдем түрлерін қамтитын қайырымдылыққа істеріне теріс қарайды дейді. Олар ештеңе, даже зубочистка сұрасаң зубочисткасын да бермейді дейді. Енді бұндай кейстерді біз көп көре бермейміз өмірде. Ну, по крайней мере, мен өзім көрген жоқпын ондай мүлдем даже зубочисткамен да условно, даже бір посудамен бөліспейтін адамдарды көрген жоқпын. Бірақ бұл жақта алла тағала показывает четкую карту, қалай адамның жүрегі мүлдем нашарлап кетуі мүмкін. Иә. Вот. Намазды қалай ықыласпен оқимыз? Намаздан кейінгі. Намазды қалай ықыласпен оқимыз? Мынандай ғой. Мынандай бір күшті оқиғамен бөліскім келеді. Мен бір кісіні білемін. Ол мынандай да өмірлік қағида ретінде де Диана ханым, Диана Қожабай, намазды қалай ықыласпен оқимыз? Адамда ықылас пайда болған үшін ол намазды көп оқымайды. Адам намазды көп оқыған үшін ода ықылас пайда болады. Осы нәрсені жаттап алсақ болады. Қайталап айтайын. Адамда ықылас болғаны үшін ол көп намаз оқымайды. Адам көп намаз оқығаны үшін ода ықылас пайда болады. Бір кісі өмірде болған оқиға өзін намазға деген хушу, намазға деген ықыласын, тақуалығын арттыру үшін, махаббатын арттыру үшін ол өзіне мақсат қояды. Мен бір күнде 100 ракағат намаз оқимын деп. 100 ракағат. Мысалы, елестетіңізші, адам деген күнделікті сүннеттер мен парызды оқитын болса, қанша намаз оқиды? Мысалға делік, таң намазы ол деген 4 ракағат болатын болса, 5 намазы ол деген 8, 10, 14 болды, иә. Аср намазы 4-еу, 18, сөйтіп бар 5, 23, 23-тен 4, 6, 29, 29-ден үшеу, 32. 32 ракағат адам оқуы мүмкін. То есть это базовый минимум. Бір адам 3 есе көп намаз оқуды мақсат етіп қояды. 100 ракағат күніне. И мысалға делік Google таблицалар болады ғой, білесіздер ма? Таблицаларды жазып отырады күнделікті оқып жатқан намаздан. Қай 100 ракағат намаз оқиды десек, оның дополнительный намаздары көбейген. Мысалға делік шүкір намазы, тәубе намазы, бағана қаза намаздарды қосқан, дәрет алғаннан кейінгі намаз, да, немесе тахиятул масжид, мешітке кірген кезде намаз деген сияқты көп намаздарды қосқан, и осының барлығын бір жыл бойы сақтап жүрген. Мен анау кісіні көрген кезде таң қалдым. Мәссаған, анау кісі андай уақыты бос бір адам емес ше, уақыты өте тығыз адам. И анау кісіні көрген кезде мен қатты таң қалдым. Шынымен адам деген Аллаға деген фокусын, Аллаға деген приоритеттері өте мықты қойылғаннан кейін, маңыздылығын түсінгеннен кейін іс-әрекетке кірісті, сондай бір таблицасын жасады, и бір жыл бойы осы принциппен өмір сүрді. Бір жыл бойы. Қатты таң қалдым. Ар жақта енді мысалы таблицада шығарған кезде процентаж тұрады ғой, адам деген конверсиясы қандай да, қаншалықты ол деген осы мақсатқа жетті. Ең кем дегенде 92% болатын. Ең нашар айдың өзінде адам деген в среднем бір күнде 92 ракағат намаз оқитын. Елестетіп көріңіздерші, 92 ракағат намаз. И осыдан кейін ол кісі сөйлесіп отырмын, енді бұл қалай әсер етті, бұл тәжірибеңіз өмірге? Намаз жақсы көремін дейді. Намаз деген қазір намазсыз өмірімді елестете алмаймын дейді. Представляете? И бір жағынан басқаша бір тағы әсері болмай десем, мен өте көп алдыма қойған мақсаттарым жетілді дейді. Бұл қалай деген кезде, бұл дұға мәселесі ғой. Дұға мәселесі. Елестетіңіздерші, адам деген бір есікке Құдайға 100 рет жалбарынады, Құдайдан 100 рет сұрайды. 100 рет. Мысалы, бір есікті 100 рет қаға бер, сен білесің, ол есіктің ар жағында бір адам бар. Да, есіктің артында бір үйде біреу бар деп елестетейік. Ол ұйықтап қалды. Ол есікті қайта-қайта қаға беретін болсаң, ол есік в любом случае ашылады ғой. Вот точно так же Құдайдан бір нәрсені сұрай беретін болсаң, күніне 100 реттен. Адамдар деген 3 күнде 100 рет, и то қаза етпесе сұрайды ғой. Ол кісі деген бір күнде. И осының арқасында көп мақсаттарым жетілді дейді. Мақсаттар орындалды дейді. Вот, ықыласты намазда қалай көбейтеміз деген кезде, көп намаз оқып, сөйтіп барып адамда ықылас пайда болады екен, да? Ары қарай намазға ең бірінші оқып бастағанда ықыласпен асығып оқудан кейін ықылас жоғалып кетуін қалай алдын алуға болады? Бағанағы жауап осыған келеді-ау деп ойлаймын. Бірақ та намаздың санын көбейтіп, бірақ бағана Маун сүресін талдаған секілді, адам деген тек қана намазға фокус қоймау керек, иә? Адам деген адамгершілік деген
есімге, мұсылман деген есімге лайықты болу керек. Мұсылман деген адам араб тіліне аударған кезде бейбітшілікті тарататын адам. С кем ты чувствуешь себя очень комфортно, с кем ты чувствуешь мир. Мысалға делік адамдар сіздің қасыңызға барып өзін жайсыз, некомфортно, небезопасно сезінетін болса, онда мұсылман деген ол тек қана поверхностный атауы. Это только внешний фактор. Мысалға делік ол деген өте қатты Мекке Мединада білінуі мүмкін. Мекке Медина ол мұсылман болсын, мұсылман болмасын, любой адам өте бір тыныштық сезінеді. Ерекше бір жүрегінің тыныштығы. Это есть исламская атмосфера, понимаете? Это есть ислам. Бейбітшілік аудармасы ғой, ислам деген сөздің. Вот. Сондықтан осы нәрсені ұмытпау керек. Намазды, иә, ықыласпен оқимыз, намазды ықыласпен. Бірақ намаздан да маңызды нәрсе адамгершілік, иә, адамдарға көмектесе білу. Адамға көмектесу деген кезде мына жақта әлсіз адамдарға көмектесу. Әлсіз деп жатқан кезде көріп тұрсыз то, что бір адамға көмек мұқтаж. Помогите просто, помогите. Көріп тұрсыз то, что мына жақта бір кейде адам жағдай жетпей жатыр, да. Не надо думать то, что ой, ол алкаш қой, ол деген қазір барып арақ ішеді деп ойлау. Не надо божественный суд устраивать на улице, да. Нужно просто пойти и помочь. Сұрады ма, бер. От тебя здесь и сейчас требуется просто помочь. От тебя не требуется здесь и сейчас сделать какие-то выводы и решить, я буду помогать, не буду. Просто помоги, да. Вот адамгершілік сақтау деген осы. Сөйтіп барып уже намаз мәселесін қарастыру керек. Вот, не надо менять приоритеты. Барлық зат Аллаға келіп тіреледі. Алланы жақсы көріп, оны толық таныған адамда проблемалар болмайды деп ойлаймын. Адамда ықылас болғанда үшін көп оқымайды, адамда көп намаз оқыған үшін ықылас болмаса. Қаза намазды оқу керек па? Екі түрлі мнение бар екен. Тәубе жеткілікті дейді ғой. Маған қаза намаз өте қиын болды. Сосын тәубе етіп өтуді қойдым. Осы дұрыс па? Қаза намазды оқу керек па? Жалпы ғұлама ғалымдардың екі ойы бар. Ғұлама ғалымдардың екі ойы бар қаза намазға қатысты. Біреулер деген исламды қабылдаған кезде адамда бүкіл өткен күнәлар кешіріледі дейді. Исламды қабылдаған күні бүкіл күнәлар кешіріледі дейді. Екінші бір ғалымдар олар қаза намазын өтеу керек дейді. Енді адамдар шыны керек, бос уақыт көп қой. Бос уақыт бізде өте көп. Бір күнді қарайтын болсақ, мен мысалы медреседе жүрген кезде мынандай бір жігіттерді көретін едім. Олар шынымен мақсат етіп қойды. Анау жігіттерге қарап тәнті болатын едім. Кәдімгі блокнот бар ғой. Мысалға қазір приложение да бар, қателеспесем, телефонда. Қашан адам примерно намаз оқып бастаған датасын жазады, и ол балиғат жасын есептейді, и осынша қаза намаз бар екенін есептеп береді. Енді мысалға делік біз сол 6 жыл бұрын, 7 жыл бұрын ондай приложениялар вроде бы жоқ еді. Сол кезде мен медреседе жүрген кезде жігіттерді көретін едім. Олар кәдімгі блокнотты ашып алады да, и блокнотқа бүкіл өзінің қаза намаздарын жазатын. Қанша қаза намаз қалды деген. И күнделікті сол мақсатпен жүреді. Мақсатпен жүрген адам және мақсатсыз жүрген адам екеуі екі түрлі адам. Қатты айырмашылықтар сезіледі. Анау жігіттер деген қаза намаздарына берік болып, қаза намаздарын до конца оқып бітіргісі келген, да, ол өте мықты. Бірақ уже анандай нәрсеге қатты қарамау керек. Қабыл бола ма, қабыл болмай ма. Қаза намаз бар, ол қаза намазды өтеу керек, и олар оқиды. Енді мынандай ғой, қияметте мысалға делік адамның қаза намаздарын орын бекітетін, ол сүннет намаздар, нәпіл намаздар деп айтады. Егер адамда мақсат бар болатын болса, тақуалыққа да байланысты. Әр адам тақуалық әртүрлі. Егер мүмкіндік болса, уақыт бар болса, сонда қаза намаздардың бір графигін сызып, адам деген оқып бастаса болады. Мысалға делік мен достарым солай істейтін. Олар деген 5 намазын оқи ма, 5 намазын 4 ракат сүннет, 4 ракат парыз, 2 ракат сүннетін оқып болған, таспихтарын тартады. Сөйтіп 4 ракат парыздың қазасын оқылады 5-ін. Екіншіде де дәл сондай, екіншінің парызын оқымай тұрып, бірінші қаза намазын оқып алады, сөйтіп барып парызын оқиды. Шам намазын парызын оқиды, сүннетін оқиды, сөйтіп барып 3 ракат қазасын, и күнделікті осылай. Яғни зеркалить етеді ғой, дублировать етеді. Бір намазды 2 рет оқып жатқан сияқты күнделікті. Вот. Ұстаз, мен намаз бастағым келеді, бірақ әлі де бастай алмадым. Бұл жалқаулық па, әлде дайын болмағандығым ба? Адам деген ешқашан дайын болмайды. Андай бір сөз бар еді ғой. Нужно прыгать тогда, когда ты боишься больше всего. Қатты қорыққан кезде жасау керек дейді. Вот тура сол секілді, бірақ да адам ешқашан дайын болмайды намазға. Шайтан оны всегда алшақтатады. Шайтан деген адаммен 24-те 7 жұмыс жасайды. Шайтан деген біз туылғаннан бастап, мысалы адамға қалам балиғат жасынан жүре бастайды ғой.
балиғатшасы мысалға делік 9 жас деп алатын болсақ, 9 жыл бойы шайтан демалып жүрмейді, жоқ. Шайтан деген адаммен бірге, и адаммен бірге жүріп оны анализировать етеді, оның слабостьтарын, детский травмаларын делік, оның бір бүкіл минустарын не істейді де, и қалам жүре бастаған кезде болды, азғырту процесс басталды. И елесетіңіз, осы шайтан, который біз туылғаннан бері қасымызда жүрген шайтан, ол деген біздің намазымыз бастауға бір мотивация бере ма? Жоқ, әрине бермейді. Ол деген всегда біз намазды бастамауымызға мотивация береді. Ол сен дайын емессің, сен қазір анандай, сен мынандай деп. Сосын ондай нәрсен дайын болмайды адам ешқашан. Нужно просто брать и делать. Бірақ Шолпан ханым бұл жақта маңызды айтқан нәрсеміз, адамгершіліктен бұрын тұратын нәрсе ол адамның адамгершілігі. Иә. Сперва задайтесь вопросом, мен намазым емес, мен жалпы приятный адаммын ба, я помогаю ли людям, которые рядом, насколько хорошо я помогаю, насколько часто я помогаю, или мен тек қана өзімді ойлаймын ба. Егер мен өзімді ойлайтын болсам, мен намазымды ары қарай ойлап, егер эгоист болатын болсам, это лучше, чем ничего. Но мынау сүреге мысалы бүгін маун деген сүрені талдап жатырмыз ғой, маун сүресіне қараған кезде ең біріншісі адамның бағанағыдай көмектесу керек сыртқа. Сахабалардың кейсінде біз айттық 11 жыл бойы олар деген фундаментін қалады, намаз оқыған жоқ 11 жыл бойы. 11 жылдан кейін бірақ намазын бастаған кезде өте берік болды. Да, посмотрите, Шолпахан, не на сам намаз, а, наверное, на фундамент, который строится за этим намазом. Вот. Тұра салу керек намазға, дальше өз ретімен келеді, ниетіңіз қабыл болсын. Керемет, машалла, сіздерге бүгіне басып қатысқаныма қандай күшті, көп нәрсе үйренеді екен, рахмет сізге, алла разы болсын. Күнде бола ма мұндай сабақ? Жоқ, күнде емес. Қандай приложение қаза трекер деген приложение бар сұрағандарға. Ақида бойынша қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Ақида бойынша біз енді медреселерде ақида тахауия, ақида насафи деген сияқты кітаптарды оқыдық. Бізде Нұрмбаракта доктор болған кісі бар еді ғой, сол кісінің кітабы бар ақидадан, сол кітап жақсы еді, қазір есіме түспей тұр кітаптың есімі. В целом ақида бойынша кітаптар өте көп. Сондай дәрістер, сондай. Маун сүресін аша алдық па? Бір кері байланыс берсеңіздер. Дәрістер, бұл тәпсір дәрістері бізде среда, воскресенье күні кешкі сағат 10-да болады. Осылай әрбір сүрені алып, талдап, сұрақтар бар болса, оны талдап отырамыз. Міне, Маун сүресін давайте бір қарап шығайық. Маун сүресі жалпы өте, Маун деген сөздің өзі кішкентай нәрсе деген сөз, кішкентай нәрсе. И ол кішкентай нәрсені бермейтін адамдардың өзінің бір градациясы бар. Ол деген сразу ондай болып кетпейді. Адам деген ең біріншісі өзінің өмірге деген көзқарастарын, принциптарын, қағидаларына изменять етеді, ол жоқ болып кетеді. Сөйтіп барып оның адамгершілігі жоғалады. Адамгершілігі жоғалғаннан кейін әлеуметтік жауапкершілігі жоғалады. И сөйтіп барып адам уже кішкентай нәрсені бермейді. Да. Вот. И ондай болмас үшін бізге ең бірінші адамгершілікке қарау керек екен. Адамгершілікке қарағаннан кейін өзіміздің намазымызға берік болу керек екен. Егер адам намаздарын оқып, бірақ бағанағы нәрселер жоқ болса, ал кедей-кепшіліктерді, әлеуметтік жауапкершілік, социальная ответственность, ол деген ондай тақырып көтермесе, өзі неприятный человек болса, өмірге деген көзқарастары біртүрлі болатын болса, радикальный болатын болса, бірақ намаз беріп, машалла, күшті таң намазын мешіттен жібермейді десек, онда ол намаздардың ложное представление. Ондай болмау керек екен, оказывается. Адам деген ең бірінші очередь адамгершілігі болу керек екен. Сөйтіп, сол адамгершілікті сақтап тұру үшін намаз болу керек екен. Таң намазынан қиналып жүрмін, қандай кеңес бересіз? Таң намазынан қиналмай тұру үшін ерте жату керек, ерте жату үшін күндіз көп жұмыс жасау керек. Ақыреті мен осы дүниені теңдей ұстаған адам дейді ғой, иә. Шынымен таң намаз деген өте тоже актуальный нәрсе негізінде көп адамдарға. Күндіз шынымен көп жұмыс жасайтын, ерте жата алмаймын, мүмкіндік болмай тұр дейді. Ондай да кісілер болатын. Мысалға делік, мен жұмысым келмейді, мен ерте жата алмаймын депші. Егер адам ол кезде бізде де сондай бір момент болған, ұстазымыздан сұрайтын, ұстаз, мен осындай деп. И ұстаз деген бір сұрақпен ғана түсіндіретін. Бір немен түсіндіретін, егер сен жұмысыңның себебінен намазыңды қаза ететін болсаң, онда ол жұмыстан қандай хайыр депші, егер сен приоритеттеріңе ауысатын болса. Возможно, сондай, возможно, басқа да жұмыстар бар шығар, бәлкім.
возможно, уайым қайғы болуы мүмкін адамда, да, возможно, адамда уайым қайғы болуы мүмкін, сол үшін түнде ұйықтай алмайды, бірақ күндіз қатты шаршайды. Адам жалпы күндіз физически да шаршау керек, яғни қимылдау керек, физически қимылдау болу сөйтіп барып, бір интеллектуально да адам бір нәрсені жасау керек. Сол кезде ол күндізгі энергиясын барлығын жаратып түнде ұйықтайды. Түнде ұйықтаған кезде, кстати, попробуйте, я посоветовал бы мынандай бір нәрсені. Оны біз Египетте бізде осындай бір графикпен өмір сүретін едік. Ол графикпен өмір сүретін болсаңыздар, өте күшті. Да, Алматы қаласында не всегда получается с таким графиком жить, бірақ дегенмен де я бы сам очень хотел бы вернуть этот график. Біз деген былай жасайтын едік, шам намазын оқимыз, шам намазын оқығаннан кейін дереу ұйықтап қаламыз. Құптан да оқымаймыз. Ну, лично мен солай жасайтын едім. Құптан да оқымайтынмын, сөйтіп барып, сағат, в то время это было примерно сағат 7-8-дерде. 7-8-дерде кешкі өзімді ішіп, шам намазын оқып, тәсбіхтерді тартып, сөйтіп барып оқып қалып, сөйтіп оқып ұйықтап қалып, сағат 12-1-лерде без будильника автоматически просто просыпаешься. Автоматически просыпаешься и тұрған кезде мә деп ойлайсың. Қасыңда медреседегі жігіттер, олар енді ұйықтауға бара жатқан кезде сен уже ұйқың қанып тұрады. Это просто золотые часы, сағат 8 бен 1-дің арасы делік. Это такие золотые часы. Ұйқың қанат тұрасың, адамдар енді ұйықтауға бара жатқан кезде сен тағы да күніңді бастауға дайынсың. Олай бола ма деген кезде, әрине олай не советуется, құптан намазын бірінші оқып сөйтіп барып жату керек қой, сүннет бойынша, иә. Не советуется, бірақ мен өзім осылай 1 жыл өмір сүрген едім Египетте. Шын айтайын, өте көп пайдалы болды, өте жақсы болды. И сөйтіп сағат 1-2-лерде тұрып, немесе 12-1-де тұрып, ары қарай қандай тірліктер бар, істері бар, уже тып-тыныш. Түн деген өте тыныш кезең ғой. Не үшін адамдар түнді жақсы көреді? Себебі жақта тыныштық бар да. Күндіз деген суета, и түнде өзің бүкіл бітпеген нәрселеріңді бітіргің келетін, ойланғың келетін, жазғың келетін нәрселердің барлығын жазасың, оқисың, істейсің. И сөйтіп барып, таң кірместен бұрын тахаджудты да оқып аласың құптаннан кейін. Сөйтіп тағы ұйықтайсың, уже таң намазына тұрасың, и күнің басталып кетеді. Мұндай графикпен просто түсте кішігірім қайлуля деп айтады ғой исламда. Қайлуля деген кішкентай түскі бір перерыв, уақыт, сүннет толды. Қайлуля жасап алу керек, сол кезде адам өзін бодро чувствует себя. Құс ұйқы. Мен ерте ұйықтағанды жақсы көремін, ерте жатсам ұйықтап та аламын, бірақ солай болып тұр, ерте ұйықтауға мүмкіндігім жоқ. Жанар ханым, бұл жерде әр адамда ситуация индивидуальна, это нужно смотреть, да. Хорошо, давайте түнде бөлінетін гормондар ше денсаулығыңызға зиян жоқ па дін бойынша? Ол жақтарын білмедім, Ақбөкен ханым. Так, давайте, как обычно, да, подытожим. Бүгін Маун сүресін өттік. Маун сүресі 7 аяттан тұратын сүре. Бұл сүре адамның ең в первую очередь адамгершілігі болу жайында айтылады екен. Адамгершілік болғаннан кейін ол намазын қадағалау керек. Егер намаз болып адамгершілік жоқ болса, оның барлығы пустой. Ондай болмас үшін приоритеттерді сызып беретін сүре екен. Да? Енді просьба делиться, да. Егер осы сабақтан бір ұнаған бір фраза, немесе сабақтан ұнаған бір моменттер болса, соны бір рефлексия ретінде инстаграмға салыңыздар, отмечайте, мына жақта дәрістер болып жатыр, қатысыңыздар, советую, если вы действительно хотите посоветовать. И как обычно чатты 10 минутқа ашамыз, и чатқа да өздеріңіздің бір рефлексияларыңызды, кері байланыстарыңызды бере кетсеңіздер, не нәрсе ұнады, не нәрсе ұнаған жоқ, ұнаған болса қай жері ұнады, да, чтобы мысалға қазір группада қанша адам бар, солардың бір шамасы қатысып жатыр, қалғандар қатыспай жатыр ғой, сол адамдар да хотя бы осы бүгін дәрісте болған пайдалы нәрселерді оқып, бір өздеріне де пайда алу үшін. Естіген адамдар естімеген адамдарға жеткізсін деген бар еді ғой. Тура сол секілді осы дәрісті естіген адамдар естімеген адамдарға жеткізу үшін өздерінің кері байланыстарын, рефлексияларын жаза кетсін. Бұрынғы сабақтарды бізде бұрынғы сабақтар өкінішке орай негізінде сақталады, иә, ол ссылкалары бар, бірақ біз оны ашық түрде жариялап жатқан жоқпыз. Ол деген ол біздің ол дәрістерді егер адамдар сатып алам десе, оны сатып алуға да болады. Бірақ желательно бізде дәрістер живой болғаннан кейін живой сабаққа қатысыңыздар деп шақыратын едік. Вот, сабақтан еще қалмаңыздар. Максимально старайтесь сабақтардан қалмауға. Бәріміз бірге отырып, ақылдасып, талқылап, дәріс жасағанға не жетсін. Алла разы болсын, көп рахмет сіздерге.
Жақсы дәріс болды. Алла тағала осы айтқан нәрселеріміздің барлығын амал етуімізді нәсіп етсін. Сол амал еткен адамдардың арасында ықыласты болуымызды нәсіп етсін. Ықыластылардың арасында ең соңына дейін апаратын адамдардың қатарынан болуымызды нәсіп етсін. Иншалла. Екі дүниеде алла тағаланың алдында, адамдардың алдында абыройлы болып, үмбетке пайдалы болатын мұсылмандардан болуымызды алла тағала жазсын. Құрбан айттарыңыз қабыл болсын. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.